Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен қазіргі таңдағы хит болып жатқан түрі сондай ерекше болып шығатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес алдын менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар достар. Ең алдымен сәбізімізді чоркамыздан өткізіп аламыз және жұмыртқаларымызды өткіземіз. Сырымызды чоркамыздан өткізіп барлығын алдын ала дайындап аламыз. Енді тарелкамызға қойып, тауығымыздың төс етін алдын ала турап осылай дайындап алдым. Осылай қойып шығамыз. Ортасына стаканымызды орналастырамыз және жан жағына майонезімізді жағамыз. Оның үстінен чоркамыздан өткізілген сәбізімізді орналастырып шығамыз. Үстінен тағы да майонезімізді жағамыз. Үстінен жұмыртқамызды орналастырып шығамыз. Жасалу жолы өте қарапайым болғанымен, дәмі сондай ерекше достар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Оның үстінен майонезімізді орналастырып шығамыз. Сырымызды орналастырамыз. Айналдырып жақсылап орналастырайық. Осылай қасығымызбенен жан-жағын тегістеп шығамыз. Және бір кивиімізді алып, осылай бөліктерге бөліп, қазір әсемдейміз достар осы кивименен. Кивиімізді осылай стаканымызды айналдыра орналастырып шығамыз. Және астыңғы бөлігіне де осылай орналастырамыз достар, видеодағыдай. Майонезімізді жұқалап осылай жағып шығамыз. Және осының үстінен қазір жүгерімізді орналастыратын боламыз. Осылай жүгерлерімізді орналастырып шығамыз. Біздің салатымыз дайын. Стаканымызды аламыз. Осымен осындай өте керемет, дастарханыңыздың көркі болатын салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.